Оңбасылар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге үй жұмысын қалай 3-ақ минутта тексеруге болатындығын көрсетемін. Ол үшін сіздер біз жіберген, WhatsApp-қа жіберген үй жұмысы деген форманы ашасыздар. Сол сілтемені басып, өздеріңіздің тізімнің ішінен өзіңіздің тобыңызды тауып аласыз. Жетекші бойынша, не болмаса топтың аты бойынша. Одан кейін сіз порталдан аты жөнін, топ мүшесінің аты жөнін және соның порталда тұрған профильдің сілтемесін тауып алу керексіз. Мысалға, Дәулеттікін ашсақ, Дүкенбай Дәулет есімі және мынау профильдағы сілтемесі. Түсінікті ме? Осыны Ctrl+S деп басып көшіріп аласыз да, копировать етіп, мына жаққа қоясыз. Егер де сіздікі мына жерде пустой болып тұрса, онда сіз мысалға мына кісіде бір Дулат. Мысалы, Мұстафа Шоқай тобында ештеңе жоқ екен, ол үшін сіз кіресіз де Әлихан Бөкейханов тобынан ең бірінші бар ғой, осыны бассаңыз, бүткіл файл сіздікі жанады. Сосын өстіп Ctrl+S деп басасыз. Копировать етіледі. Одан кейін бағанағы өзіңіздің тобыңызды тауып аласыз мына ішінен. Мысалы, Мұстафа Шоқай тобы, Еламанның тобы болса, мына жаққа кіресіз де Ctrl+V деп басасыз. Сол кезде сіздің мына жерге барлық не көшіріледі, мына данылардың барлық көшіреді, өзіңіз тағы жазып отырмайсыз. Бірден кіре сап, біреудің тобын өзгеріп кетпеңіз. Бағана менің бір оңбасылардың біреуі мен тобымды өшіріп тастады мына жердегі. Мынаны өшірмеңіздер, бұған түйісуге болмайды, рұқсат жоқ. Тек қана өзіңіз тобыңызды өзгертуге рұқсат. Ол үшін бағананы көшіресіз, сосын мына жердегі аты жөндерін бәрін делete деп удалить тастайсыз. Енді мына жерге өзіңіздің тобыңыздың аты жөнінен, мына жерде поиск деген кнопка бар, міне, адамдар деген жерге. Ол жерге топ мүшесінің есімін жазасыз. Мысалы, Дидар болса, Дидар деп жазасыз. Дидар 21 мысалға, Дидар, Ақтидар, Боранбаев Дидар деп мысалға. Боранбаев Дидар сізге керек болса, осы кісінің копировать етіп, мына жерге сілтемесін қоясыз, ал мына жерге есімін қоясыз. Ctrl+S. Түсінікті, е? Осы сияқты кете береді. Ұзарту көріп болса, бүйтіп кетіп аласыз. Сосын орындады десе, окей деп, орындадыға окей деп басасыз. Мынау орындамады деген сөз. Орындады, орындамады, көзбойшылықпен орындады және бұғатталды. Көзбойшылықпен орындады деген ол бір-ақ сөйлем жазып қойған адамдар. 3 рет орындамаған адамдар бұғатталады. Түсінікті ме? Орындағандарға окей деп қойсыз. Плюс минус емес, тек окей. Плюс қойсаңыз формула шығып кетеді. Түсінікті, е? Енді қазір мен тобым біреулерін таңдап алайық. Мысалға, Әлихан Бөкейханов таңдасақ. Осы кісілер үй жұмысын мысалы белгілеп отыр, е? Осы жерге тек оңбасылар ғана белгілеуге рұқсат, топ мүшесіне таратпаңдар. Сіздер өздеріңіз өстіп аты жөнін енгізіп аласыз, сосын мына жерде профильдегі сілтемелерін кезек-кезек барлығын басып шығасыз. Мысалға, қазір мен Дидармен кімді аштым? Дәулет 15 күнгі үй жұмысын орындаған. Дәулет 15 күнге окейге үй жұмысын орындады мне, окей. Дұрыс шын жасапты. Жұмабеков Серихан орындамапты. Окей деп мына жерге жазды. Бексұлтан. Уақытты белгілеп отырсыздар ғой, мысалға 12 етті енді қана. Бексұлтан 16 күн орында қойыпты, молодец. Жоқ, военный врач кешеге жұмыс болды, 16-сы. Тағы жаңалықтар жүктеу деп мына жақтан көреміз. 16 күн белгілепті, бірақ кешіктіріп. Абай Нұрсұлтан, мынау қоңыраумен тұру. Сіздер үй жұмысының тапсырмасына қарап қоясыздар белгіні. Орындады, орындамады. Мысалы, военный врач бізге негізі 15 күнгі үй тапсырмасы болды. Мысалы, военный врач 15 күн, демек Нұрсұлтан да және Бексұлтан да орындаған. Окей, окей. Қазір Бибігүл орындады. Соңғы қадам Бибігүл болды ғой, бізде. Абай орындады. Бибігүл Мейрамбек. Қазір екі-екіден ашып. Сағат енді 13 кетті. Әлі 2 минутымыз бар. Бибігүл Мейрамбек 15 күні арман мақсаттарын жазды. Ежітті. Қоңыраумен тұруды оқыды, жасады, жазды. Назерке Мейрамбек, Назерке орындады. Бибігүл мен Назерке орындады.
Окей. Енді Мерей. Мереймен кімді көрейік? Мадиярды. Сағат емтихан болмашы кетті. Мадияр 16 вайнеральчик. Мына сияқты екі ақ сөйлем болатын болса, біз бұны көз бойшылықпен орындады деп айтамыз. Сол үшін сіздер келесі жолы толықтырып, мысалға Бибігүл не болмаса Назерке секілді толтырып әдемілеп жазыңыздар, жарайды ма? Әдемі жазған сайын солай әдемі сөйлей бастайсыздар. Так, Мадиярмен кімді аштым? Мадиярмен Мерей орындады, иә? Мадиярмен Мерей 15 секундға. 15 секундға тапсырмасы емес, иә? Қоңыраумен тұру Мерей. Қоңыраумен тұру 14-нікі ұйжымысы, иә? 14-нікі орындаған екеуі. 14-нікі Мадияр орындады, окей деп тұр. Осы сияқты не толтыра бересіз. Енді бізде кім қалды? Нұрлыбек пен Мадияр Мерей орындады. Мадияр Нұрлыбек. Назым. Мына сияқты орындаға болмайды. Назым. Мысалға мен мына жерге көз бояу деп жазып қоятын едім. Көз бояуға, мысалға Назымға көз бояу деп қоясың, 15. Өйткені өте нашар орындалып тұр. Көз бояу деген нашар орындалды деген сөз. Өйтіп қоямыз. Түсінікті ме? Дұрыстап орындау керек. Орындаған кезде дұрыстап шын орындауға тырысыңыздар. Жалпы жарайды, бірінші ретке кешіреміз, бірінші ретте орындаған. Бірақ келесі жолы кішкентай жазатын болсаңыздар, көз бояу деп белгілейміз. Енді бұны оңбасылар орындайды, оңбасылар біз күнде тексеріп отырмаймыз, бірақ бір күн өзіміз кез келген студенттерді бүйтіп қарап, не болмаса істермен қатар өзімізді тексеруіміз мүмкін. Сөйтсе сіздер шын орындады ма, шын белгіледі ме, әлде өтірік белгіледі ме, соған қарап, 16 секунд Мадиярға орындады деп окей деп қойыпты. Мадиярға 16 секундге орындады деп. 15 секундге окей деп жазған. Рас, иә, орындаған. Если бұл шын болса, значит, оңбасы молодец. Если ол өтірік орындаған, значит, өтірік окей деп жаза беретін болса, и біз кіріп ол сәйкес келмей қалатын жағдай болса, онда ол, значит, өтірік орындады. Баны оңбасыға ескерту болады. 3 рет орындамаған адам топтан шығарылып, порталдан бұғатталады. Ал 3 рет ескерту алған оңбасы оңбасылықтан шығады. Так, мына жерде орындамағандар біз белгіледік, иә? Байқасаңыздар, біздің 3-ақ минут уақытымыз кетті. Бағанадан бері сіздерге түсіндіргенде 3-ақ минутта мен бүткіл топтың мүшесін, қанша 9 адамды бірақ тексеріп шықтым. Енді мына жерге біз тек қана тексеріп қана қоймай, бірден комментарий жазуымыз керек. Мысалға, ежітті қаламаймын деп жазған, мен пікірлер деймін де, мына жерге оқып шығам, иә, мысалға маған ұнаса, жарайсың деп қоям. Жарайсыз. Жарайсыз 5 балл. Мектептің системасы бойынша 5 балл, 3 балл, 2 балл деп сол бойынша қоямыз. Мысалға, мына кісі орындамаған екен. Мына кісіге арман мақсаттарын жазу, әркімге бір комментарий жазу керексіз. Орындауымды тілектеспін деп. Осы сияқты бір-бірлеріңізге комментарий жазып отырсаңыздар, порталда кішкене тіршілік көрген және бір-бірлеріңізге жылы жүректік танытасыздар. Осы сияқты кете береді, түсінікті, иә? Кейін баннер сайт болған кезде, бұл портал особенно керек болады. Бір-бірлеріңіз пікірлеріңізді білмесеңіздер, үзе алмайсыздар порталда. Мысалға, мен Назым мына жерге жазамын. Назым, келесі жолы толықтырып жазыңыз. Түсінікті, иә? Осылай сіздер де жазып шығасыздар. Осы сияқты сіздер жазып шығасыздар, және біз де осылай комментарий жазып шығамыз. Осымен үй жұмысты жалпы осы комментарий жазасыз, мына жерге орындады, орындамады деп белгілейсіз. 3 рет үй жұмысын орындамаған адамдар, оны біз былай көреміз. Мынандай фильтр деген значок көріп тұрсыздар ғой, міне тұр. Осы фильтр дегенге бассаңыздар, мына жерде мынандай белгілер шығады. Енді маған орындамағандар керек болса, мен бүйтіп аламын да орындамады окей дегендерді қалдырамын. Иә? Міне, Сейілхан және Нұрлыбек 2 рет орындамаған екен. Енді 3-ші рет 16 секундте олар орындамайтын болса, оны мен бұғаттап қоямын. Сосын олар бұғатталған деген жерде тұрады.
бұғатталған деген окей деп тұрады. 3 рет бұғатталған кісі оқудан шығарылады. Сосын он басқа да сондай ескерту. Чайниктерге кішкене жеңілдіктер жасап жатырмыз. Чайниктерге 3 күн кешіктіруге болады. Егер де бірақта 3 күн бойында 3 күн ішінде сіздер ешқандай да үй жұмысын орындамайтын болсаңыздар, алғашқы 3 күннің ешқандай үй жұмысын орындамайтын болсаңыздар, онда сіздерді бұғаттаймыз. Бірақ 3 күнге кешіктіруге рұқсат. Алғашқы 2 аптада ғана. Жарайды ма? Онбасылар міндетті түрде үй жұмысын тексеріп отырыңыздар. Таңғы 8-ге дейін барлығы орындап салсын. Біз таңғы 9-да отчет өткіземіз. Сосын кешіктірген студенттерге қарамаймыз, сағат 9 болмай отчет кете береді. Сосын сілтемені ешкімге таратпаңыздар, тек қана сіздерге ғана рұқсат бұны өзгертуге. Жарайды ма? Мына жердегі өзгертуге тек сіздерге рұқсат. Топқа таратпаңыз. Барлығымыз үй жұмысын уақытында орындайық. Үй жұмысын орындаған үй алады деген Ахметбек ағайдың ұстанымымен жүрейік. Жарайды ма? Назар аударғандарыңызға рахмет.